мысалы Тараздан Астанадамыз қазір, ары бері келіп жүрміз Тараз. Бірақ қанша Астанада жүрсек те, Тараз біздің сүйікті қаламыз. Өйткені Тараз киелі қала, және де Тараз әдемі сұлу қыздардың қаласы. Астанада қандай қызбен танысқанда Тараздың қызы болып шығады. Шынымды айтамын, әңгіменің ашығы, или жабығы, сондай. Бір түрі онша емес қызды көріп қаласың. Тараз болмаса келіп барасың жәрмеші. Тараз емес бірақ, Мойынқұмнан. Вот. Тараз, сағынасың ғой Тараз, бірақ Таразға келесің. Тым жоқ. Тараз бірақ мен іштен, Таразға мега соғады деп отыр, Құдай қаласа, я. Алматы қаласы метроны 40 жыл күтті. Білесіздер, я? Күтейік 40 жыл. Таразда мысалы қараңыздаршы, бәрі ресторан соғады, білесіздер, я? Қазір байлардың бәрі ресторан. Таразда санасақ 80 ресторан бар екен. Күнде бос емес қой еще, понедельник де бос емес. Түнгі сағат 2-де де бос емес, официанттар жинап жүр кәдімгі ішін. Таразда көп ресторан. Мен ойлайтын, неге ресторан соғады? Таразға неге мега соқпайды, жастарға неге қыдыратын жер соқпайды, шолпанка бар бізде, навигатор, басқа ештеңе жоқ. Неге соқпайды десем, бірақ қазір қуанып жатырмыз ғой Таразда ресторан ашылса. Ресторан ашылса ішіне кинотеатр ашылып жатыр ғой. Барыңдар ма кинотеатр ма? Асты ресторан ішкі кинотеатр, иә? Таразда еще Евразия деген кинотеатр бар, бар жоғы. Евразия аты, ішіне кіріп қалсаң Евразия. Орындықтар кетіп қалған Евразия. Бүйтіп отырасың кәдімгі, үйсің қойшы, мынандай орындық бар ма деп кәдімгі. Мынандай орындық көресің, қуанып барып қалсаң, сырып кеткен кетіп отырасың. 2 сағат кино көзен кетіп шығасың кәдімгі, өтішті киноны. Дұрыс па әңгіменің ашы ғой, мен Тараз жамандап жатқан жоқ, бар нәрсені айтып жатырмын. Киноны дәу еще. Кинотеатр, еще бізде қандай кинотеатр бар? Голливуд деген кинотеатр бар. Атын айтсашы, Голливуд. Ішіне кіріп қалсаң, Евразия. Бұл жердің зал сияқты да, өшіне. 15 адам сияқты, сен отырасың деген. Енді бірақ қанша Тараз айтсақ та, бірақ Таразды жетпейді ғой, өзіміздің сүйікті қаламыз. Енді Таразда Құдай қаласа, ресторан ашылса, қуаныңыздар. 3 этажды ресторан ашылса, Құдай қаласа, сол ресторан мега болады. Бір шақалалық болды. Тараз шыңағы. Рахмет, енді бүгінгі кеште айтып жатып қой, Бөрібектің жеке кеші, және келген қонақтар өте көп. Бөрібекті сыйлап келіп отыр, кейбіреулер Бөрібекке қарыз болғаннан кейін келіп отыр. Көп қой Бөрібектің қонақтары. Қалай келсе де Бөрібектің құшағы ашық. Өйткені оның құшағы 3 бөлмелі. Осындай бір әзілдер болады арасында. Ал енді сенің алдарыңызда бүгін кештің иесі, өзіміздің бауырымыз, досымыз, сіздердің сүйікті ұлдарыңыз, өте керемет әнші. Құдай қаласа Қазақстан эстрадасының керемет жарық жұлдыздары болатын. Алдарыңызда қарсы алыңыздар, шамалақ қана! Тарас